Армысыз азаттық тыңдарманы. Азаттық радиосының деректі хабарларына арналған шолу Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Бүгінгі эпизодта 2 наурызда туғанына 100 жыл толатын белгілі тілші ғалым, қазақ диалектологиясын зерттеген Шора Сарыбаевтың 1994 жылы Азаттық радиосына берген сұхбатына шолу жасаймыз. Сұхбаттан кейін туындаған сұрақтарға ғалымның жас шәкірттерінің бірі Алмас Өдербаев жауап береді. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз көп тараған грек, латын тағы басқа тілдерден енген сөздердің қазір жағдайы тағдыры қалай болмақ? Бізге түркі тілдеріне бәрімізге ортақ бір терминологиялық комиссия керек деді. Жаңағыдай жаппай аудару дегенге қарсы болған білем. Ашор ағай, сонда осы 69 жыл қазақ тілін диалектология сөзін жасады бірінші ол. Тарихи диалектологияға қатысты мамандар жетпейді. Енді бұл тақырыпқа мен Қуанышбек Қари шолу жасайтын боламын. Шора Сарыбаев 1925 жылы 2 наурызда Ташкентте дүниеге келген. Тіл білімін зерттеуші ғалым, доктор, профессор. Қазмудың түлегі, кейін аспирантурасын бітірген. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы бөлімінің меңгерушісі. Институт директорының орынбасары қызметтерін атқарды. Институттың бас ғылыми қызметкері болды. Диалектология, морфология, лексикология, лексикография, библиография, тіл тарихы, аударма, алтаистика бағытында зерттеу жасады. 300-ден астам ғылыми мақалалары мен оқулықтары арасында монографиялары жарық көрген. Сәрсен Аманжоловтың тілдегі диалектілерді топтау теориясын әрі қарай дамытты. Диалектология саласындағы терминдердің қалыптасуына атсалысты. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігін, қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін құрастырушылардың бірі, қазақтың аймақтық лексикографиясы монографиясы осы бағыттағы теориялық тұңғыш еңбек. Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткіші атты 6 томдық зерттеу жинағы тіл білімі тарихындағы шоқтығы биік еңбек аталады. Түркітану әдебиетінің библиографиясын құрастырған. Шора Сарыбаевтың 1965 жылы ақш-тағы Гарвард корпорациясының мүшелігіне сайланғаны айтылады. Ол 2018 жылы 94 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Аталған еңбектердің ішінде қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткіші алғаш 1960 жылы баспадан шыққан бетте жойылған. Себебі онда алаш арыстарының есім сойы аталады еңбектері тізбеленген. Шора Сарыбаев 1994 жылы Азаттық радиосына сұхбат берген екен. Астанадағы ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорындағы Хасен Оралтайдың жеке қорында осы сұхбаттың дыбыстық нұсқасы сақталған. Әл-Қисса Анкарада алынған сұхбатты енді 31 жылдан кейін Алматыдан тыңдап көрелік. Azatlık Radyosu'ndan söylep durumuz. Hürmetli tındavşular, özlerinizge de məlim, tayavda Türkiye'nin astanası Ankara'da, Turaktı Türk Kurultayının bıyılgı ekinci кездесуі öz jumusun ayaktadı. Сол жиынға қатысқан қазақ ғалимдерімен өткізілген сұхбаттарды жалғастырмақпыз. Бұл жолы тілшіміз Едіге Мұхтарұлының сол құрылтайға қатысқан қазақ ғалымы Шора Сарыбаев пен құрылтайдың нәтижелері жайында өткізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Mikrofon алдында Едіге Мұхтарұлы мен профессор Шора Сарыбай. Аға, кеше құрылтайда баяндама жасадыңыз. Көтерген мәселелеріңіз не еді? Сол жөнінде радио тыңдаушыларын хабардар етіп кетсеңіз. Бұл құрылтай түркі халықтарының тарихында бір үлкен уақиға болып отыр. Өйткені
түркі халықтарының вәкілдері жиналып, көптеген мәселелерді талқылап, бір пікірге келмесе соған жол ашылып отыр. Бізде әлі де болса, келісіп алатын, ақылдасып алатын мәселелер көп. Бұл құрылтай негізінде екі мәселеге арналып отыр. Біреуі өлі мәселесі, латын алфавитіне, латын әліппесіне көшу мәселесі де, екіншісі түрік терминологиясын дамыту жөнінде, терминдерін жазу жөнінде осы екі мәселе. Енді екінші мәселе жөнінде баяндама жасадым. Менің негізгі қозғаған мәселелерім осы интернационалдық сөздерді өзіне көп тараған грек, латын, тағы басқа тілдерден енген, түркі тілдерінен енген сөздердің қазір жағдайы, тағдыры қалай болмақ. Бізде кейбір республикаларда бүкіл өзіне тараған терминдерді, атауларды жаппай аудару сияқты бір туристік бағытқа апаратын әрекеттер болып жатыр. Аға, мысал, түсінікті болсын, бір-екі мысал келтірсеңіз. Мәселен, программа дегенде бүкіл түрік халықтары, соның ішінде осы анатол түріктері программада болды. Біздің оны бағдарлама деп басқаша аударып кеттік. Паспорт дегенді алайық. Паспорт барлық түркі тілдерінде паспорт ретінде қабылданды. Бүкіл Европада паспорт. Енді бізде оны өзгертіп төлқұжатты болды. Оны ескеру керек. Орыс сөзі болса, енді оны аударуға болады. Мәселен, біз самолет деген сөзден самолетті орыс сөзі, оны интернеттен сөзі емес. Оны ұшақ деп, осы түрікше айтылған дейінді ұшақ деп аудардық. Вертолетті тікұшақ дедік. Шығармашылық деп біз енді творчествоны алдық. Өйткені творить деген сөздің шыққан орыс сөзі. Енді бұларға келісуге болады. Ал енді бәрімізге ортақ интернационалдық сөздерді аударып әуестене бермесек дейміз. Белгілі бір шегі болу керек. Белгілі бір мөлшер болу керек. Сондықтан менің ұсынысым осында көп адамдар құрылтайдың қолдады. Бізге түркі тілдерінің бәрімізге ортақ бір терминологиялық комиссия керек дедік. Сондықтан осындай сөздерді бәріміз ақылдасып, бәрімізге бірдей етіп, бір нұсқа ретінде алсақ, бұл біздің қайта жақындататын, қайта бір-бірімізге әр жаққа тартпай, бәрімізді жақындататын, әсіресе мамандардың өзара қатынасын жеңілдететін сондай сөздер. Әйтпесе біз брифинг дегенде, немесе фирма дегенде, немесе жер дегенде нарықтық экономикаға байланысты сөздерін аударып кетсек, онда бұл бізді жақындатпай, қайта арамызды алшақтатып жібереді. Жаңа құрылтайдың жабылуы болды. Ал енді осы құрылтайдың нәтижелері не болды? Өз жөнінде пікірлеріңіз қандай? Енді нәтижесі, енді мен айттым ғой жаңа, көп мәселеде әлі біз бір пікірге келген жоқпыз. Бұл енді тек бастамасы ғана. Әлі талай басымыз қосылады, әлі талай латын алфавитіне байланысты әліппе проекттері талқыланады. Бірақ бұл әріптерге латын әліппесіне көшуде үлкен бір белес болып табылады. Оның нәтижесі осында. Көптеген мәселелерді әріптерді ақылдасып, мәселен бір Қ деген, Ү деген әріпті әр түрік халқы өзінше жазып жүр. Мен осыларды ақылдасып бір пікірге жақындадық, бірақ әлі шешіле қойған жоқ. Мен осындай жинастар керек бізге. Терминология жөнінде де, бұл жөнінде де жалпы жақындастыру жағын. Осы грамматикалық терминдер жөнінде бізде ала-құлалы күшті. Мен осылардың бәрін бірыңғайластырып, әсіресе бізге сөздіктер керек. Түрікше, қазақша сөздіктер, немесе грамматикалық терминдердің ортақ сөздігі, орысша, қазақша, түрікше сөздіктің тілдескіштер керек. Әйтеуір бір-біріміздің тілімізді үйрену жағынан құрылтайдың ерекше мәні болып есептеймін. Рахмет аға. Тіл білімінің білгірі Шора Сарыбаев
Осы сұхбатында плуристік бағыт жайында айтады. Яғни өзге тілден енген элементтерден тілді тазартуға дайын тұратындармен келісе алмайтынын білдіреді. Ғалымның ғылымдағы бағыт-бағдары туралы кейінгі толқын шәкірттерінің бірі Сәтбаев университетінің кафедра меңгерушісі Алмас Үдербаевтан сұрадым. Плуризм деген қарсы болады. Тіл білімінде плуризм деген бір құбылыс бар. Ол бәрін ұлттық тілде болу керек деген сияқты. Мысалы 90 жылдары қазақ тіл білімінде де жаңа тәуелсіздік алғаннан кейін көп терминдерді қазақыландырдық қой. Ол енді 90 жылдар мен оны сөздік білім, салалық терминология сөздер шықты сол кезде. Оған шейін бұрын көп салада қазақша терминдер болған жоқ қой. Сол процессті қарасаңыз сондай құбылыс болды. Ол бір жағынан әрине ол да дұрыс, көп терминдеріміз аударылды, біразы қолданысқа енді. Сондай қолданысқа енбегендер де бар. Сол кездегі Шорағайдың байқап, сол кездегі құбылысқа қатысып баға берген болу керек. Енді әрине бәрін науқанға сала беруге келмейді ғой. Тіл деген ол тірі организм сияқты ғой. Кейбірін қабылдайды, кейбірін қабылдамайды. Кейбір жақсы сәтті шыққан баламалар болады, олар қолданысқа еніп кетеді. Сәтті шыққан, ешкім қолданбай қалған, қолданыс дейді олар қалып қойғанда да бар. Соған қатысты айтқан пікір ғой. Онысы енді ол рас. Ондай тіл білімінде үш көзқарас деуге шығар, біреулер бәрін жаппай аудару керекпіз, тілдің мүмкіндігін пайдаланып дейді. Тағы бір көзқарас бойынша жоқ. Халықаралық терминдерді қалған дұрыс дейді. Өйткені қоғам әбден үйренген, басқа тілдерде оңай болады деген сияқты. Соң үшінші әрине тиімді тұстарын аударуға келетін ыңғайлы тұстарын сәтті қолдансат алу керекпіз, кейбірін қалдыру керекпіз деген сияқты. Меніңше сол Шорағай сол үшіншісінде ұстанды негізі. Жаңағыдай жаппай аудару дегенге қарсы болғанын білемін. Онысы рас, себебі мен қазір бұрын тіл білім институтында ғылым академиясы істедім ғой, ол кезде мүмкін аудару дұрыс шығар деп есептейтінмін. Қазір техникалық университетте жұмыс істеп жатқан кезде қарап отырсақ шынында енді гуманитарий саласындағы қоғамға белгілі сөздер түсінікті, оларды аударуға келетін деп болып тұрады. Бірақ кейбір терминдер бар, гуманитарий саласында болғанмен ғылым техника саласына нақты ғылымдарға келген кезде аударуға келмей қалады. Немесе сәтті аударма шықпайды. Оның бір жағымсыз тұсы немесе бұл жаңағы сәтті аударма болмаса дәл жақсы шықпаған жаңағыдай баламалар олар көпшілікті шатастырады. Бірден мынандай баламасын ұстады, екінші бір ғалым өзінің басқа бір баламасын ұстады. Және ол ұсынып отқан терминді толықтай ашып бере алмауы мүмкін. Сондай кезде әрине оқып жатқан студенттер шатасады. Бірде былай қолдады, бірде былай қолдады деген сияқты. Ол әрине жаңағыдай оқып жатқан пәнді мазмұн түсінуге кедергі келтіреді ол. Дейді Алмас Үдербаев. Ол Шора Сарбаевтың теориялық еңбекпен зерттеумен ғана шектелмей, көрген кемшілік, білген білімін бөлісе жүретінін айтады. Өзі қуақы, қалжыңға бейім ғалымның адамдармен тіл табысуда қиын болмасы керек. Жүрген жерде дұрыс жазылған билбордтар болса, мекеме дұрыс жазылмай соған кіріп, ермей айтып жүретін. Ол жағы шында табандылық қой. Мысалы мен білемін, арнайы жаңа сөздер бойынша кәдімгідей Райбаға Сыдық апаймен бірігіп кейін Нұргелді ағай бірге кәдімгі жаңа сөздердің сөзге шыққан сөздерді жинап бір алғаш сөздерін жасаған. Тілдегі қандай процесстер болады, тілдегі құбылыстар, оған бәріне үн қосып отырады ғой, кісі міндетті пікірін айтып. Жан-жақты ғой. Әлгінде Шора Сарбаев еңбектерінен 1960 жылы сол кездегі советтік режим қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткішінің бірінші томын баспадан шыға салып көзін құртқанын айттық. Онда Алаш арыстарының еңбектері аттары аталған. Ең алғаш Байтұрсыновты өзінің библиографиялық көрсеткішінде көрсеткен сол кісі ғой. Оны біздің тіл білім институтында да білетін мамандар айтып жүретін. Алғаш соны енгізіп, енді ол туралы естеліктерде бар ғой. Кейін сол туралап кетті ғой. Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткішінің бірінші томы жайында Шора Сарбаев өзінің сұхбаттарының бірінде мынаны айтқан екен. 1960 жылы менің қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші әдебиетінің депті атты еңбегімнің бірінші томы пышақтың астына түсіп туралып кетті. Өйткені онда халық жауларының есімдерін қосқан едім. Онда Ахмет Байтұрсыновтан бастап А.Б. деп қысқартылып берілген болатын.
Ал бірақ та оның Ахмет Байтұрсынов екендігін оның арғы жағындағы Мағжан Жұмабай, Халел Досмұхамедұлы, Телжан Шонанұлы, Қошке Кемеңгеров, Бай Ділдин, Байғаскин, Аймауытов, Құдайбердіұлы сияқты тағы да басқа қазақ интеллигенция өкілдерінің 40 шақты есімі және олардың еңбектерінің тізімі хронологиялық тәртіпте енгізілген болатын. Мен материалдарды Мәскеудегі архивтен алып келген болатынмын. Кітаптың редакторы етіп Ісмет Кеңесбаевты жазғанмын. Кітабым шыққанда сүйінші сұрап, Ісмет Кеңесбаевқа кіріп бардым да, кітабым шықты, сіз бас редакторысыз дегенімде ол құтты болсын деп бірінші бетін ашып қалып еді, абы дегенді көріп шошып кетті. Ісекең дереу орталық комитетке телефон соқты деген Шора Сарыбаев кітаптың рецензенттері Мәулен Балақаев пен Ғали Бегалиев екенін айтады. Айтуынша, орталық комитетке барғанда ондағылар халық жауларының аты мында қайдан жүр деп шүйліккен. Бас редактор болған соң бірінші соққы Ісмет Кеңесбаевқа бағытталған. Ол, мынаның бәрін алып таста деп едік, алып тастамапты ғой деп маған жаба салды, деген Шора Сарыбаев сұхбатын былай жалғастырған. Ол негізінде кітаптың ішінде халық жауларының бар екенін білмейді, қарамаған ғой. Сіз неге қарамадыңыз деп Балақаевтан сұрап еді, мен оны қарап едім, біздің аттарымыз кездеседі екен, қолымды қоя салдым, деп жауап берді. Ол ешкімнен қорқпайтын еді. Ал менен ештеңе сұраған жоқ. Сол жердегі бір философ шілтең етіп, Мәулен Балақаевқа да, Ісмет Кеңесбаевқа да әбден ұрысты, деген Шора Сарыбаев ертесінде өзі сөгіс арқалап қызметі төмендетілгенін айтады. Және өзінің партия мүшесі болмағандықтан осындай жеңіл жазамен шектелгенін ескерте кетеді. Одан да қызығы мынада. Кітабымның 2000 данасы жертөледе машинамен туралып жатқанда мен бардым, қарап тұрдым. Типографияда істейтін бір жолдасым, ал енді сенің кітабыңды турап жатыр. Бір қалтаңа столичный сал, арақтың аты, екінші қалтаңа балықтан закуска ал да бар. Сөйтті кітабыңның 2-3 данасын сұрап ал, деді. Барсам, 3 орыс жігіті кесетін құралмен кітапты 3-ке бөліп жатыр екен, дейді ғалым. Сөйтіп, олармен саудаласып, өлім жазасына кесілген еңбегінің 3 данасын сақтап қалған екен. Соның біреуін Ғарифолла Әнес репрессияға ұшырағандардың мұражайына қоямын деп алып кетті. Біреуін Ахмет Байтұрсынов мұражайына қоямыз деп сұрады. Біреу міне өзімде сақтаулы тұр, деген Шора Сарыбаев өзінің жойылған кітабын қалай сақтап қалғанын әңгімелеп. Әлқисса ғалымның лингвистиканың нақты қай бөлігінде еңбектенгені жайлы тілші ғалым Алмас Үдербаев мынаны айтты. Жалпы тіл біліміндегі диалектологиялар өте жақсы белсенді болған, жақсы дамыған. Әр ғалымдар мысалы диалектология зерттей бастаған кезде әрқайсысы бөліп зерттеген ғой. Мысалы бір ғалымдар қазақ тіл дыбыс жүйесін қарастырған Сапарғали Бабеков деген ғалымымыз. Біреулер тілдегі сөз тудыру мәселесі, морфологиялық процестерге, бір лингвистика география деген сала бар, оны Тұрап Айдаров деген ғалым зерттеген. Шорағай ол қазақ тілінің аймақтық лексикографиясы, яғни қазақ тілінің диалектология сөздігі. Ол қалай жасалу керек? Ең алғашқы сол 67 жылы ең алғашқы диалектология сөздіктен бастап 65 жылы инструкция шықты, қалай жасау керек екен. Бұл бүкіл түркі тілдерінде басталды ғой. Сонда осы 69 жылы қазақ тілінің диалектология сөздігін жасады, бірінші директор болып, бірінші жаңағы диалектолог мамандардың бас қосуымен. Одан кейін 99 жылы 3 томдығы шықты, 99 мен 2 жылдар арасында. 2005 жыл толық қазақ тілінің аймақтық сөздігі деп, диалектология сөздіктен бөлек аймақтық сөздігі деп 2005 жыл шықты. Сол 2005 жыл шыққан сөздікке мен қатыстым жас маман ретінде. Бұл енді түркі дүниесіндегі түркологиядағы үлкен еңбектердің бірі, себебі сол заманда ол ертерек болып бастады. Қазақ тіліндегі диалектология сөздіктің жарық көруі. Одан кейін толықтырылып отырды, картотекалық қор болып бізде жақсы дамыған. Қазір осының бәрі қазақ тілінің аймақтық сөздігіне қамтылған. Бұл сөздік енді кез келген тілдік зерттеу жүргізген кезде, этимология жүргізген кезде, сөздің пайда болуын қарастырған кезде, қалай қолданатынын қарастырған кезде осы еңбекке сүйенетін мамандар. Ал енді тіл білімінің диалектология саласын зерттеу қазір қаншалықты жалғасып жатыр? Бұл қаншалықты өзекті? Зерттеулер қазір кішкене өзекті болмай қалды. Және біз
біздің тіліміздегі негізінен ол ғалымдар тілдегі көп дыбыс ерекшеліктерді, лексикалық сөздер бәрін жинап тіпті ғой негізі көпшілігін. Бірақ әлі тіл қалып қоймайды ғой, әлі ерекшеліктер бар. Қазір бәсеңдеп қалды әрине. Бұл бағыт мамандар көп дайындалып жатқан жоқ. Менің өзім басқа бағытта кетіп қалдым қазір университет білімге. Бірен саран мақалалар шығып тұрған болмаса үлкен күрделі еңбектер кейін. Ал себебін немен түсіндіре аласыз? Бұның біріншіден өзекті болмайтыны, қазір бұл бағытта кішкене басқа бағыттарға көп басымдылық беріп кетті қазір. Бірақ қайтадан мамандар дайындалып, бұл бойынша зерттеулер жүргізілу керек. Әсіресе тарихи диалектологияға қатысты мамандар жетпейді. Сонымен Азаттық радиосының әр жылдарғы деректі хабарларына арналған шолуы Азаттық толқынында подкастының бүгінгі 24-ші эпизодында радионың 1994 жылы тіл білімінің дегдары Шора Сарыбаевпен жүргізген сұхбатын тыңдадық. Және ғалымның басты еңбектерімен танысып, шәкірті Алмас Үдербаевтың пікірін білдік. Тек Шора Сарыбаевтың өмірбаянында айтылатын ғалымның 1965 жылы ақш-тағы Гарвард корпорациясының мүшелігіне сайланғаны туралы дерек сұрақ күйінде қалып отыр. Сонымен бүгінгі эпизод тәмам. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздерге амандық тілейміз. Сау, саламат болыңыздар.